Нәжаши Жағфарды тыңдап былай дейді: пайғамбарларын алып келген уахидан бір нәрсе оқыңдар дейді. Сонда Жағфар радиаллаху анху Мәриям сүресінің алғашқы аяттарын оқып береді. Онда қысқаша айтсақ, Алла Мәриямды таңдап, оған періште арқылы Иса алейхиссаламның дүниеге келетінін хабарлайды. Оған ешбір ер адам тимесе де, Алланың құдіретімен әкесіз Исаға жүкті болады. Исаның дүниеге келерде Мәриям адамдардың сөзінен қорқып жалғыз қалады. Иса алейхиссалам дүниеге келгеннен кейін Алланың қалауымен сәби сөйлеп: мен Алланың құлымын, ол Алла маған кітап береді, әрі мені пайғамбар етеді дейді. Яғни Жағфар радиаллаху анху Нәжашиге Иса алейхиссаламның шынайы мәртебесін, оның Алланың құлы әрі пайғамбары екенін түсіндіретін аяттарды оқыған. Нәжаши бұл оқылған аяттардан әсерленіп былай дейді: Алламен ант етемін, бұл оқу мен Мусаның әкелген хабары бір қайнардан шыққан дейді. Содан кейін ол Құрайыштың талабын үзілді кесілді қабылдамай, олардың кетуін бұйырады.